Қасиетті Қарасай жерінің ғана емес, Қазақстанның мақтанышына айналған жасаншы Шерхан Арыстан жақында ғана Беларусь елінде өткен Славянский базар байқауының гран-при иегері атанды. Әлемді өзіне қаратқан талантты өнерпазды біз шетелден қарсы алу үшін Алматы әуежайына арнайы келдік. Башилде алған кезде мен қатты қуандым. Лукашенко статуэтка бергенде мен кішкене қобалжыдым. Бірінші рет президенттің алдында. Беларусь халқы да көздері жетті. Қандай деңгейде шыққанын, Қазақстанның қара баласының қандай деңгейде шыққанын сол жерде өздері көрді.